Биыл Чес фестиваль жарысының жеңімпазы Ринат Жұмабаев. Соңғы турда Тахай Алексиспен ойнады. Сосы партияны сіздермен бірге тамашалайық. Піл I7, патша G3, тура H8, H4, H5, әрине ашық жолды табу, G5 және тура I8, F3, F6, піл I4, жедік және патша F7. Ойынның соңында патшаның белсенділігі өте маңызды. Тура D5, тура C8, патша F4, патша I6, шах, және патша C6 және E5. Міне көрдіңіздер ме? Тахай Алексистің үлкен кемшілігі, әрине бәрібір рейтингісі төмендеу адам ерте ме кеш пе қателеседі. E5 деп. Мүмкін ұтқысы келген шығар деген сияқты. Шах бірден және патша E4 және біз деген қарсыластың аумағына кіреміз. Нақтырақ айтсақ, Ринат Атағалиұлы осы қарсыластың аумағына кірді. Байқасаңыздар, мынау өтетін сарбаз қазір өзінің мықтылығын көрсетеді. E6 түсініксіз шешім, неге піл F4 деп жүрге болмайды деген сұрақ туындайды. Неге E6? Піл D6 осымен шын мәнінде ойын аяқталды. E7 жедік, өзінің орталықтағы негізгі сарбазын айырып қалды. Былай D6 кеттік және өтетін сарбаз өзінің бүкіл жұмысын атқарады қазір. Тура F6 біріншіден байлап тастады. Мынаны жегісі кеп тұр. Келесі жүрісте әрине уәзірге айналдырады. Жедік, енді артық тура үлкен басымдық. G7, шах, I8, I5, енді бақылауда ұстау керек. Арон Исаевич Немцовичтің сүйікті сөзі. Өтетін сарбаз бұл қылмыскер, сол себепті үнемі бақылауда ұстау керек. Былай C3, D7 және B2 осымен ойын аяқталды шын мәнінде.